Сәлем қыздар, шиеден варенье дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығатын. Осындай шиеміздің жақсылап 5-6 рет жуып алып, үстіне шекерімізді саламыз. Менде 7 килограммдық шие мен 7 килограммдық шекерімізді салдым. Мен 10 жылдан бері осылайынан дайындап келе жатырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей қантымызды салып, бірге бір таразының көмегімен өлшеп алдым. Осылайынан араластырып қоямыз, кішкене қатты басып жібермейміз, езіліп кетпесін. Осылайынан араластырып 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Енді бізде банкымызды стерлитетіп аламыз, крышкаларымызға ыстық суға салып қоямыз. Вареньемізді мінекей 4 сағат өткеннен кейін осылайынан суымызды құйып, кішкене араластырып аламыз. Енді осы араластырғаннан кейін орташа отта газге қоямыз. Осылайынан араластырып отыруды ұмытпаңыздар, газге қойғаннан кейін асты күйіп кетпесін. Жақсылап араластырып отырамыз. 1-2 минут бойы араластырып отырасыздар. Қатты басып жібермеңіздер, езіліп кетпесін. Осылайынан жай ғана араластырып отырып, өзі қанты ери бастайды. Мінекей қанты ери бастағаннан көпірік пайда болады бетіне. Осы бір қайнағаннан кейін көпірігін барлығын тазалап аламыз. Көпіріктерін бетіндегі шыққан мінекей. Осы көпіріктерін тазалап болғаннан кейін бір қайнағаннан кейін суытып қоямыз. Осы суығаннан кейін тағы екінші мәрте 2 рет қайнататын боламыз. Осыны екінші рет қайнағаннан кейін тағы да көбігін аламыз. Сосын суытып барып банкімізге құятын боламыз. Сол кезде шиеміз дана-дана болып, әдемі болып банкімізге құятын боламыз. Осылайынан барлығын құйып, банкімізді банкі жапқышпен айналдыра отырып жауып аламыз. Сосын міндетті түрде тексеріп көріңіздер, айналдыра отырып жапқаннан кейін. Мен осылай тексеріп аламын. Өте атылмайды да, өте әдемі болып піседі. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, ас болсын.